Бүгінгі кездесуімізде сазан балығынан дәмді котлет жасап үйренеміз. Тікені бар балықтардың құйрық жағында әсіресе тікен дейміз, қылқан дейміз, қылқандары өте көп болады. Оны асып жеуге, я қуырып жеуге өте қолайсыз. Сондықтан осындай балықтардың құйрық жағын мен котлет жасауға қалдырамын. Балықтың бар жұмсақ етін сүйектерінен ажыратып аламыз. Ол омыртқа сүйегі, жаңағы сосын қанаттарының құйрық жағындағы сүйектері, соның бәрін ажыратып аламыз, тазалап. Ірі сүйектерінен ажыраттық. 3 орташа сазан балығының құйрық жағынан 350 граммдай сазанның, жаңа балықтың жон еті дейміз, сүбесі дейміз, сондай таза еті шықты. Бізге енді керегі аршылған пияз 125 граммдай, 60 граммдай асқабақ, 60 грамм қырыққабат. Бұл жерде жоқ, мына қырыққабат. Кейін қосам. Сосын жарты сәбіз. Және қосымша аскөктің жарты шоғырын алсаңыз болады. Пиязымызды енді тураймыз. Пиязды міндетті түрде қолмен тураймыз. Себебі қолмен туралып маринадталған пияздың ерекше дәмі болады. Ол асқа ерекше дәм береді, хош иіс береді. Маринадтау үшін жаңа туралған пиязымызды ыдысқа салып, азғантай тұз сеуіп, қара бұрыш сеуіп, пиязымызды сыққылаймыз, қолмен қысамыз, сосын қақпағын жауып қоямыз. Маринадталған пияздың айта кететін тағы бір ерекшелігі, ол асқазаныңыздың қыжылдамауына септігін тигізеді. Енді жаңағы балығымызды ет тартқыштан өткіземіз. Ет тартқыштың ең кішкентай тесігі бар ғой, сол арқылы өткізу керек міндетті түрде. Себебі ана ішіндегі уақ сүйектердің барлығы сонда майдаланып, жегенде білінбейтін болады. Балықпен бірге қырыққабатпен асқабағымызды да өткіземіз. Мына енді барлық қоспамызды бірге екінші қайтара өткізіп жатырмыз. Сәбізді үккіштің ең кішкентай тесігінен өткізіп саламыз. Бұндай сәбіз тамағымыздың әдемі болып көрінуіне себепші болады. Аскөгімізді де қолмен турап саламыз. Барлық қоспаларды бірге араластыратында уақыт келді. Міне маринадталған пиязымыз да дайын. Барлығын бірге қосып, араластырып, керегінше тұз бен қара бұрыш салып, жаңағының үстіне тағы да бір шай қасық қызанақ пастасын саламыз. Сосын 3 шай қасық сұйық май құямыз. Барлық қоспаларды жақсы етіп араластырып, біраз уақытқа, жарты сағатқа деп айтуға болады, жабық ыдыста ұстасаңыз, қақпағын жауып, маринадталып, бір-біріне жақсы етіп дәмдері сіңіп, фаршыңыз әбден дайын болады. Жарты сағат уақытымыз өтті, котлетімізді жасай берсек болады. Енді өзіңіздің ыңғайыңыз үшін бөлек ыдысқа салқын су құйып алыңыз да, қолыңызды соған малып тұрыңыз. Сонда қолыңызға фарш жабыспайды, котлетіңіз әдемі формада, әдемі пішінде жасалып шығады. Таза салмақтағы 350 грамм балықтың сүбесінен басқа қоспаларын есептемегенде 13 дана котлет шықты. Табаға аздаған сұйық май құйып, майымыз қызғаннан кейін котлеттерімізді қуыра берсек болады. Балық котлеттерін қуыру үшін оны ұнға бұлғап түкте қажеті жоқ. Ол осылайда ешқандай жабыспай, жақсы қуырылып шығады. Екі жақ бетін әбден қысартып қуырып алғаннан кейін котлетімізді бұқтырамыз. Котлеттерді бұқтыру үшін табада босаған жерге пиязымды қуырып бастадым бірден. Бәрі қуырылып болғанша күтіп отырмадым. Пиязымды аздап қуырып, қызанақты салып, ішіне 3 дана лавр жапырағын салып, тұз салып, су құйып, сосын бетін жауып қоямыз. 20-25 минут бұқтырылады. Бұқтырылып болғаннан кейін бетіне пияз турап салсаңыз, сосын сарымсақ салсаңыз, аскөктен салсаңыз,
асыңыз әбден дәмді болады. Кішкене жауып қойыңыз қақпағын, бір 5 минуттай тұрса жарайды сол. Мінекей, асыңыз дайын болды. Осы рецептпен дайындаған балық котлеті сіздің ең жақсы көретін асыңыз болатынына мен кәміл сенемін. Көріңіз, мына ортасынан қарағанда жаңағы сәбізіміз қандай әдемі болып тұрған, балықтың түсі білінбейді, сұрғылттанып тұрған жоқ. Өте әдемі дәмді котлет дайын болды. Асыңыз әрдайым да дәмді болсын. Арнаға тіркеліңіздер. Әр видеодан қолжетімді тамақ өнімдерінен дәмді әрі оңай ас дайындау құпияларын біліп отыратын боласыздар.